Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін алдарыңыздағыдай кубты қалай дайындаймыз? Біз алдыңғы видеолардың бірінде видеоларға ER код дайындаған болатынбыз. Енді сол ER кодымызды біз осы кубқа салып, яғни кубтың әр қырындағы кейіпкерлерді сөйлете аламыз. Ол үшін бізге Canva программасы көмектеседі. Canvaға өздеріңіздің аккаунттарыңызды тіркеліп аласыздар. Бұл видеолардың бірінде бар алдыңғы тіркелу. Енді Canva'да мына жердегі іздеу бөліміне жазамын мен куб деп. Куб деп жаздым. Осы жерде маған кубтың түрлерін шығарып береді. Бұның ішінде міне ақыл. Енді бұл жерде міне бізде ақыл нұсқаларда тұр, тегін нұсқаларда бар. Біз тегін нұсқасын қолданамыз. Бірінші тұрған нұсқасы тегін нұсқа екен. Осыны басамын. Енді осы жерде изменить шаблон өзгертемін. Мендегі кубтың қырларында тұрған суреттері алып тастап, мен өзімнің QR кодымды және суретімді қоятын боламын. Міне, енді осы жерден өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай сәл-сәл үлкейтіп алуымызға болады. Біз бірінші бетті ғана өзгертемін. Міне бірінші бетте тұрмын. Осы бетті өзгертетін боламын. Енді мына үстіндегі суреттерді алып тастаймын. Бұл маған қажет емес. Суреттің үстін шертіп, мына жердегі өзінде тұрған жазуларды алып тастауыма да болады. Бұлардың да маған қажеті жоқ. Суреттердің барлығын алып тастаймын. Енді осы босатып алған шаблоныма өзімнің суреттерімді қоятын боламын. Ол үшін сол жағындағы бөлімнен загрузить батырмасын шертемін. Осы жерде міне загрузить файл. Компьютерімдегі өзімнің алдын ала дайындап алған суреттерімді қоятын боламын. Мен айырылда дайындап алған суреттерім. Міне осы суреттерді өстіп шетінен таңдап алатын боламын. Бізде бұл жерде жасанды интеллект бойынша дайындалған видеолар еді. Сол жасанды интеллекттегі кейіпкерлердің суреттері қояйын деп отқаным. Бұны енді барлық қырынан емес, бір бұрышынан ғана кішірейтіп қана орналастыратын боламын, сызықтың ішіне ғана. Сызықты толық басып кетпеу керек. Бүктеген кезде біздің суретіміз бүктеліп кетпеу керек. Суретіміз толық орналасу керек. Міне осындай қылып, мен барлық суретімді орналастырып алатын боламын. Кубтың барлық қырына қоятын суреттерімді қойып аламын. Екінші суретім кетті. Үшінші суретім кетті. Төртінші суретім. 5 сурет қоямын. Сосын бір қырына алдына дайындалған кешегі WebAir студияда дайындалған QR кодымды қоятын боламыз. Міне 5 суретімді алдым. Енді осы суреттерімді мен өзімнің кубымның қырларына қойып шығатын боламын. Бір бұрышынан ғана кішірейтеміз де дәлдеп қойып аламыз. Кубтың бүктеу сызықтарын баспау керек. Бұрышынан ғана ұстап, кішірейту арқылы кубтың қырларына қойып аламыз. Мен барлығын біріне де қойыптым. Бұлай қылып бұрып орналастырып та қоюларыңызға болады. Барлық қырынан ұстап та бұрып орналастырып өзгерте аламыз. Бүктеу сызықтарын баспау керек. Бүктеу сызықтарын басып қалса, біз қазір корпуталға оқыған кезде бізде ол дұрыс болмай қалады.
Енді мен QR кодымды скачать етілген күйінде тұр, бұл қазір ашпай қалады. Не мынандай болып қалып тұр. Бұл қазір дұрыс емес болып қалады, сондықтан да көрдіңіздер ме, бұл қазір мына оқылмайды, мына QR кодты қазір бізде. Сол себепті мен бұл QR кодты алып қайтадан орналастыратын боламын. Ол үшін біздің алған QR кодымыз бар ғой, соны үлкейтіп алып, сол жерден скриншотын алып жасап алатын боламын. Бізде көшірілген кезде файл болып көшіріліп алынған, міне. Осылай сақтап аламын. Сақталып кете берсін. Енді осы жерден мен QR кодымды да сақтап алатын боламын. Міне, QR кодты сақтаймын. Орналасты. Бұны ортасына орналастыратын боламын. QR кодымда бүктеліп кетпеу керек, сызыққа толық баспау керек. Міне, менің кубым дайын. Енді осы кубты мен неге орналастырсақ көшіріп аламын компьютеріме. Ол үшін мен поделиться батырмасын шертемін. Осы жерден скачать батырмасын шертем. Маған PDF емес, маған сурет күйінде алынса деймін. Мен мысалы PNG күйінде алайын деп тұрмын. Мына жерде барлық бетінің керегі жоқ. Маған тек қана бірінші беті керек. Сондықтан да мен страница бірді ғана аламын. Готово. Скачать. Міне бізде көшіріліп жатыр. Мына жерге. Толық көшіріліп болсын. Біздің кубымыздың жалпы суреті қалай шыққанын көрсететін боламын. Міне көшіріліп болды. Міне біздің кубымыз мына күйде шықты. Бұл кубты енді өздеріңіз цветной принтерлеріңізден шығарып алып, мына сызықтар арқылы қиып отырып, куб жасап алатын боласыздар. Бұны енді осы өлшеммен шығарсақ сәл кішкентайлау болады. Сондықтан да өзіміздің ақ бет өлшемімізге мына күйде ерекшелеп алып, сосын бүйтіп оңға солға тартпаймыз, тек қана бір бұрышынан ғана бірге үлкейтеміз. Ал төмен қарай ұзындығын жанына қарай созатын болсақ, ол кезде біздің кубымыз жасаған кезде дұрыс бірікпей қалады. Өйткені бір жағы ұзынша болып кетіп, кубтарымыздың барлық қыры тең болмай қалады. Сол себепті тек бір бұрышынан үлкейтіп қана беттің өлшеміне келетіндей етіп қана жасап алатын боламыз. Сонда біздің міне кубымыз шықты. Мынаны сканерлеген кезде барлық қырынан біздің сұрақтарымыз шығатын болады. Оны сканерлеп те мен шортсқа салатын боламын. Қалай жасалып шыққандығын. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.